Kanat Mırzaхан. Jiyenlerдің айтсын көрдіңіздер, оғанда назарымды салайын ба? Мен болсам Жабаевтың жиені едім, жиендік жасап кету бар ойымда. Жамбылға жиен деген атым бар ғой, Рүстемнің жиенінен қалайын ба? Нұрматқа сәлден кейін кірісермін, сіздермен сәлемдесіп алайын да. Армысың аталармен апаларым күмістей ақшашы бар самайында. Бармысың арқа сүйер ағаларым тірлігі үлгі болған талай ұлға. Аман ба әпке жеңге қарындастар жүретін иман иба ар ойында. Жыралыбы Жамбылдың бұлайдысы өтуде Рамазанның дәл айында. Ассалаумағалейкум көрерменге жиылған баласағым сарайында. Айтыс деп ішкен асын жерге қойып, ораза ұстап келген ағайынға. Жұртымның айтып зармымын, жарымның төгіп жаңбырын, туған жерімнің толғайын, гүлденіп тұрған баугүлін, түрленіп тұрған тауырын. Тарихы жатқан тереңде 2000 жылдық көлемде Тараздан бастау алмап бет өркениетпенен барғылын. Керейменен Жәнібек қазығын құрып шуында қазақтың құрған шыққандығын. Жазадан баққан қойынның мерейлі мекен мойынғын мойындатқан әлемді ақбақай алдың сандығын. Құтбарыған қордайым кемеңгерлер мен кенендер қалдырған асқақ әнжырын. Абсенттей шыққан пырағым луговой менен құланым адамың түгіл бақытты төрт түлік аңқұш жәндігін. Байзақтан шыққан батыр ел кеудесін отқа төсеген байзақтатқа мен кешегі байтастайсың әрбірің. Ал меркі жердің көргені секілді болар ертегім еркеде өткен әр күнім. Ұлдары қандай асаның тұлпардың мініп асауын көкпардың құрған жасағын кірлетпеген қыздары Айша бибінің жаулығын. Тудырған өлке сарысу саңғылақтардың сан мыңын жайлау көлкеші дейтұғын қазақта білмес әндігім. Таластың елі қырағы бейшешендердің тұрағы бір-ақ ауыз сөзбен-ақ талайдың шешкен тағдырын. Жер ұйқын жуалы, жер суы дуалы, жуалыға барсаңыз батырлар менен көресің генералдардың даңғылын. Он саусақ сынды онаудан жұдырық болып кетеді, жұмсаңыз бірге барлығын. Топырағыңнан жаралған, атырабыңнан нәр алған мен едім сенің заңдылың. Артымызда Москва, шегінерге жер жоқ, жол жоқ деп Бауыржан адам секілді барымды салам дәл бүгін. Ел дайын болса мен дайын, намысын елім қорғайын, шегінетін жерім жоқ, артымда тұр Жамбылым. Ақ көңілі баладай, даладай дала десең, аңғалдығы баладай бала десең. Ассалаумағалейкум Нұрмат аға, келдің бе ат көйлегің аман есен. Тістесіп айтысушем, қарсыласпен болса да ділмар шешен дана көсем. Осы жолы ұстадым өз-өзімді, қанаттан қауіптенбе аяға сен. Рамазан деп аузымды тыйып тұрмын, әйтпесе сен мен үшін даяра сен.
Orazada jolығып жолың болды, айт күні айтысқанда аяма сен ай. Қазақта рас әнмен би көптігі ағайын ұрпағыңа үйрет мұны. Мадина Ералиевадай әнші болған. Көргенбіз ол кеткені ғасыр болды ширек міні. Ол кісі ән салатын концерттерде қымбаттау болған екен билет құны. Себебі өзі нәзік, дауысы нәзік, эстраданың еді ғой жирек күлі. Нұрматқа мұны бекер айтқан жоқпын, әзілмен кетпекшімін түйреп мұны. Сол Мәдина апамның сарайына директор қып әкепті сүйреп мұны. Ешқандай нәзіктікке қатысы жоқ, жүрісі қат ағамның үйрек түрі. Ән салдырсаң, әтештен озалмайды, қонжықтай қатырмайды билеп түбі. Қызметімен кескені үйлеспейдау, кигізсең де смокингпен жилеткені. Ал енді сөз берейін не дейді екен, бастықтың қорғандаған сирек түрі. Мәдина Ералиева атындағы мәдениет үйінің директоры. Тұтқан хан қаран айқаяға құл қожаны жайылды жәрменкедей жыр базары түбірлеп жамбылында дәстүрлі айтыс жасының кәрінінде ырза жаны ассалаумағалейкум тараздық ел сіздерге сәлем айтты сыр қазағы Рахманның нұры жауған Рамазанда бас қосудың болды бұл бір ғажабы. Ірелігі байқалған көзге келең, айы құлақ көрмеген сөз көгінен. Жайсаңғалық тұрады жамбылымда, ғұрпын басқан ақылдың безбенімен. Оразан қабыл болсын ұстаған жан, төгілген көркем сәуле көздерінен. Әулиатаның ақпейіл адал жұрты алған шашқан шашудай өз қолымен айқаяға. Көзінде тұрса демем күлімдеп күн, інімнен ондай ізет білінбеттім. Қанатым апыл-құпыл жете салып, жаныма келіп тұрмы зығырдектің. Нұрматты жасқап сөйлеп көрерменді дуылдаққын келеді дүбірлеттің. Ән салдырсаң әтештен бозбайды деп, таққан сынын қарашы жүгірмектің. Әншілер сайысына қатыспаймын, жанымды жей бермеші дігірлеттім. Жамбыл жәкем жолымен бақыттымын, айталсам ақын болып мұңын көптің. Жаңау жәкем атымызды атағанда, сен кешігіп жатқанда мен кідірмекпін. Құрбандаған қонжықтай директор деп, жанымнан келеді мен жүгіріп өттің. Өзің айтшы қайсыны жинақымыз, сосын мұна естіріміз үнін көптің. Мен осы қорбаңдаған қалпыммен ақ шақырған жерге сенен бұрын жеттім айқаяға. Рамазан адам жанын қинау емес, жаратқан игіліктен тыймақ емес. Оразада жолығып жанын қалт деп, бауырым бұлтақтамай тураға көш. Айт күні аямасен деп отырсың, жаныңа жалаң ойды жинама бос.
Жей салар даяр асен деп отырсың, бұл аған сарауызға сыйған емес. Үлкенді құрмет, үлкен сыйлау әдептің үлкен еді, әдепте бұйырмаған иман емес. Бұл ініміз әдептен ақсап тұр ғой, әйтпесе мәселесі мидан емес. Бауырымнан қайсақтап не көрінді, ақыл есті жігіт қой милау емес. Африка тайпасында туған жоқпыз, қанатжан өз-өзіңді қинама бос. Мұсылманның күтетін қуаныш ол, айт деген адам жейтін мейрам емес, айқай аға. Айтысым асу-асу белді асыпты, қаншама кедір бұдыр жол басыпты. Құйдасын жамбыл жәкен өз ұстаған, жыр керуені бүгінге жалғасыпты. Тараздық таңдаулақын қанатының өнерден тауып жүрген бар нәсіпті. Мейманыңды күттіріп ел алдында, әлпетіңнен байқадым рең қашыпты. Өз еліңде кешігіп не көрінді, шабытыңды демейін шаң басыпты. Қатарынан беріліп баспай келер, айтыспайын атағы алға шықты. Бұрынғы елпілдеген қанатым жоқ, қимылда сәл паңдық араласыпты. Көктемнің ортасында жолықсақ та, қабағын ерімейтін қар басыпты. Екі көзін шел басып кетпесе де, жұлдыз ауру сағанда жармасыпты. Тұсауын жаңа кескен бала құсап, қалтаңдап сахнаға зорға шықты, айқай аға. Қошы болған кешігіп келгенімді бетке басып сөйлейсіз секілденіп өші бар жан. Кешіктім сырттан келген ақындарды күтіп ап жүрген кезде есік алдан. Кешігіп жүрген жалғыз мен бекеммін, сынаған нүрекеңнің несін алған. Негізі осы айтыстың өтетіғын уақыты да ақпанның басы болған. Бірақ айтыс сәуірде өтіп жатыр, кешігіп бір-екі айлық тасымалдан. Жамбылға да атақтан кеш қоныпты, ол кез оның 90-ға жасы барған. 70 жылдай кешігіп басқа қонды, тәуелсіздік дейтұғын асыл арман. Қолымды мезгілінен кеш сермедім, деп абайда жас күнін есін алған. Кешігіп келгенімді кеш көрермен, көзіліп көп сөйлесем кешір алмам. Кешікпей елден бұрын келетіндей, әулиеме шығармын осылардан ай. Жұлдыз ауру дейтұғын шешімге көп, кеп қанаттың тастамақсыз көшін бөгеп. Жұлдыздардың ғұмыры таң атқанша, біздерге жұлдыз болып не үшін керек? Тізіп айтып берейін, олай болса, кім қазір жұлдызбын деп төсін керек. Сахнаға мас боп шыққан әншілер бар, не айтып, не қойғаны есінде жоқ. Біреуі сахнада боқтық айтып, біреу ел алдында шешінген. Шиза мен Ика деген топтар былтыр, сахнада тірлік қылды тосын бөлек. Көк байрақты бұтына байлап алып, есірткі шеккендей боп есіргенен. Жұлдыз ауру боп жүрген мұносылар әйтпесе әлпештеп ақ өсіргенен. Әлгіндей жұлдыздарға заң шығарып, мәселесін майшаммен шешу керек. 10 жылдай сахнадан аластатып, оласы болса айыппұл қосу керек. Мен құсап сахнаға кеш шыққанды реті келсе сабырмен тосу керек.
кешігіп шыққандардан емес аға, есіріп шыққандардан шошу керек. Айтыстың түскенде қан сонарына, ініңнің шыдамадың боранына, ағаны сыйламаған әдепсіз деп айтқаныңыз ақылға қонады ма? Айтыс шарты ерегес әуел бастан, сондықтан сай болайық талабына. Жамбыл менен Құлманбет айтысқанда бір-бірін ағаны деп қарады ма? Айт күні айтысқанда аямасем деп әзіл айтып едім жоғарыда. Айт мейрам адам жейтін күн емес деп Нұрекең пәтуаны соғады ма? Сонда не айт күнінде айт мейрамдан басқа кезде адамды жей беруге болады ма? Айт күні адам жеуге болмайды деген ризамын Нұрматтай қонағыма. Айтқаным жақсы бопты, айтпегенде бір адамның қалар мен обалына. Пейілі шектелмейтін шекарамен, жамбылым жерұйығым жер анамен. Батырлық пен батылдық деген кезде Елбәукең түсетеске шерағамен. Генерал Ертаевты көрген кезде дұшпандар дабыл қаққан сиренамен. Олимптің биікшігін бағындырған мақтанам жақсылықтай мен ағамен. Ермахан мен Бақтияр тұрған кезде таң қалмай Мальвареспенген ағамен. Балуан, Елдос, бейбіт жеңімпаздар жеңіліс деген сөзге келе қалең. Таразда туғандардың бәрі мықты, шеттерінен батырен генералың. Бұл елдің ең осалы мен боп тұрмын, мен өзім талайды жеңе аларым. Айттым ғой жол болғыш жан екенсің, әйтпесе мәңгі құда деп аларың. Меніменен айтысам жаның қалды, басқамызбен жолықсаң не болар ең? Біз жақта Мұңбұлақтай бұлақ шықты, құнары сіңіргендей шуат сүтті. Адам түгіл атынан ат үркетін абсенттей аршулы пырақ шықты. Тіпті біздің Жигули дайрамайып, жерлесіміз қалайға ұнап шықты. Тоқайыппен таласып бір сайлауда жілікті шарпмайын бір-ақ сықты. Мерседеспен жарысқан Жигулиде көргендердің барлығы сынап шықты. Әл бірақ Тоқайыптан Озубайда президенттік сайлауда құлап шықты. Одан соң парламентке кандидат боп, тағы да программасын құрап шықты. Ауыл деген партиядан депутат боп, әйтеуір бар сынаққа шыдап шықты. Дағындаған Жигулиде күлгендердің аузын жауып құлағын бұрап шықты. Әліміздің Жигулиде жүйрігеген шапқанда артынан шаң шуап шықты. Парылдап ал бұл жақтан кетіп еді, парламенттің төрінен бір-ақ шықты. Бекерге алған жоқ ол ағамды ойға, жасайын сол арқылы сағандайла. Қай бір жыл алтын домбыра айтысында қарсыласын тоқтамыз сараңғайда. Өзіңді Москвичке теңемеді, қақалып жүретұғын жанармайға. Елдің жүгін көтерген Москвичпін деп мәз болып шығарып ен бағандайға. Содан бері Москвич бол лақабатын, Сыланбайда жүрсіз ғой таранбайда. Уамәке Жигулиден қай жеріңден шаңғап тұрып озды ғой анандайға. Мұхтар досың облысқа мәслихат боп шіреніп отыр қазір Голландойда. Құрдасından bir елі қалмау жем ғой серік болған адамдай Қабанбайға. Сайлауға неге бірге түспей қалдың, қалыптасқан серігіңмен санаң қайда. Дайрабайға дауысын берген халық сіз үшін бір үйденін сала алмай ма? Жигули мәжіліске барған кезде Москвич маслихатқа бара алмай ма? Ескінің сарқыншағы санасаң да, мен
Бағыты бағдар айқын бір қазақпын, мейлі қандай өлшеммен қарасаң да. Мәслихатқа кірем деп мұхтар дайын, бала күнгі досыммен таласам ба? Мандатты болу маған міндетті емес, жеткілікті атқарар қара шаруа. Депутаттар құрамы осал емес, әрине беріледі баға салда. Халыққа қызметімнен тартынбаймын, менде мандат жоқ еді деп санасам ба? Москвич деп отырсың, сен мазақ қып, көзіме көрінбейді оғаш жолда. Көк түтін бұлай тұрсын, арланбаймын, көміліп жүрсе дағы алашанға. Алаштың жүгін артар арманым жоқ, ақарбасы болуға жарасам да айқай Жамбылдың жалыменен жаясында, жатып жеген олсын ғой саясында. Жигулидей ағаңды қыл жақтадың, мұның көрсең төбесін қоясың ба? Ауылдың азаматы өз көкен ғой, ауылдай айырбастайсың қай асылға. Олар елдің балалары бір жүретін, айтыстеп тура жолдан таясың ба? Мені де Москвич деп қосақтадың, армансыз дейіп тұрсың әй ашуға. Обалың жоқ екен деп тағайтасың, әй бала қоймайсың ба, қоясың ба? Бірақ мен бұл қанатқа ренжімеймін, ақтар елдің қойнында қоясың да, өзінің Жигулиін аямаған, біреудің Москвичін аясың ба, айқай Кескелі өлең айтсаң есте қалар, жөнім қайсы бауырды масқаралар. Кешіккеннің себебін түсіндірдің, жайым қайсы сөз ұқпай бос қаралар. Эстраданың ес айттың ғой ессіздігін, екі көзді еріксіз жасқамалар. Олар досы қазақтың балалары, соңынан соқпақ жолын тапса болар. Қанатжан қай кезден де тілекшіңнің баянды бола берсін бастамалар. Уақыттан сәл кешіксең ештің етпес, бақтың кешікпесін басқа қонар. Інімнің тұғырлы екен көп ойлары, халықты риза қылды маңайдағы. Жамбылдың атақ кешіккен деп айтқаныңмен келіспеймін алайдағы. 90-ға дейін Жамбыл жалшым еді, уәжіңнің кіреденді қалай дәмі. Қырғыз қазақ аялап алақанда, тек тұрып қадірледі бар аймағы. Жәкемнің жолын тосып ақын кірсе, ауылға құт кіреді деп ойлады. Келінімнің берсе деп бетін ашып, тек қана қуанышым қолайлады. Сенің айтып тұрғаның сталиндік, сый-сияпат жарық жоқ сарай маңы. Ел қадірінен артық атақ бар ма жастардың жетіспей тұр сон ойлауы. Ел жәкем ел мен жұртқа айна болған, торақ мініп тон киіп тойға барған. Қалама көмір кешіп ғасыр жасап, көрді ғой небір қызық сайран алуан. Жамбылдың жасын бер деп біздің қазақ, тілек айтса төгілген ойдағы арман. Ақындардың ішінде жалғыз Жамбыл, қолына жығылмайтын байрақ алған, айтыстың атасына ғана емес, халықтың батасына айналған айқай тілдің майын тамызы бә, тұлға
тұлғалардың тоқталдың нағызына, батырларын айттың ғой осы аймақтың, шынында шырын балын ағызы бә. Бүгінгі алыптардың мен де айтайын, сөзіңнің маңыз қосып маңызына. Әкім Тарази көкем көзі тірі айналған әдебиеттің абызына. Асанәлі Әшімнің өмір жолы бергісіз әфсана мен аңызына. Күләш ақын Маралтай келе жатыр, поэзияның адал боп парызына. Бибісара есімді шахматшы қыз әлемнің ателінді аузына. Жастардың идеялы Нұрлан имам миллиондарды ұйытқан уағызына. Үкіметтің басшысы Смайылов халықтың құлақ асып арызына. Қаржыгерлік қабілетін танытуда қарыз қоспай мемлекет қарызына. Жүрер жолын кететін таңғылдық бар, осылардың қайсысында солғындық бар. Шорабек Ахметжандар айтысқанда сөзінің соңын түйіп алдындықтар. Асыл домбыра әкелген осы өлкеге қанаттардың бойында алғырлық бар. Әулиеата көкпаршылар командасы биіктен сайлап қойған орнын жұрттар. Қазақстан қай бұрышын қарасаң да бұл сөзді шын мойындап әркім мұқтар, әркім құптар. Таразыны басып тұр тараздықтар, шарқылдап алда жүркіл жамбылдықтар. Айқай-ақай! Әрелердің қашанда іс алынды, өткеннен келтір алсам мысалымды. Жақайықпен қосалып қуанышпайым, ұлыларда болмайды ұсақ үлгі. Екі ердің достығы аңыз болып, дұшпандардың көре алмас ішәуірді. Қатарласып ғұмырын кеше білді, қанаттасып биікке ұша білді. Солардың ғибратын қайталасақ, екеуміз жасар едік іс орынды. Достық деген даңғыл жол іспетті ғой, қосатын үлкен ауыл кіші ауылда. Сен де маған қайрама қанжарыңды, мен саған көрсетпейін пышағымды. Қанаттай бауырымды құрметтеуге жұмсайын бойымдағы күш әлімді. Ымырайдың ізімен мен деп тұрмын, жазыл беттей жайылсам құшағымда. Айқай-ақай! Рахмет. Ана бір қайыр болды, уақыттарыңыз болды. Нұреке құлағымасын тасың өлден, әрқашан биік болсын бәсін елден. Ымырайдың жолымен келіп тұрсыз, кәрі құлақ қариядай жасы келген. Құшақ жай деп отырсыз, бұл қанатқа үлгі алып Жазылбектей асыл ерден. Қол алып құшақтасып Нұрматаға қайтайын дедіңіз-ау осы жерден. Сізге әрдайым құшағым ашық, менің қайда барам қонақ жай асып елден. Сіз менің бауырымсыз, қандасымсыз, жанымдай жақсы көрем расымен мен. Байтасып ғазиздердің інісімін, кем құшағым досты көл қасы көрген. Дұшпанында қысып ап құшағына, бомбаны бауырына басып өлген. Бәрекелді. Рахмет ақындар, қошемет көрсетіп қойып. Жақсы бір